Саламатсыздар ма? Мен Кенжебекова Гүлжан, Берікқызы боламын, осы Шымкент қаласынан. Осы Global Trend компаниясына өзім әпкем Алтынай ханым үйге келіп таныстырған болатын. Оны ішпей тұрып, мен өзім жағдайымды айтып кетсем, мен 4 жылдан бері ұлды болсам деп армандап жүретін едім. Бірақ женский жағынан киста пайда болып, маған врачтар 3 жылдан бері лечение алып жүрген. 2004-тен бастадым. 2004-тен бастадым. Былтыр 2018-де май айында маған уже областной біздің клиникадан результат бәрін шығарып берді. Сіз тек қана экомен тумасаңыз, сізде уже возраст 39-ға келдіңіз. Гормональный нарушение, сізде женский климакс, өйткені 3 айда бір рет, уже месячный 3 айда бір рет келіп жатыр. Сізде ондай не жоқ деп. Осы май айынан бастап, былтыр май июнның басынан бастап, осы Global Trend компаниясынан осы бальзамды алып, іше бастадым. Аллаға шүкір, аяқ астынан биыл осы сентябрь айында қатты ауырдым. Сонымен больницаға бардым. Менде ешқандай ондай болған жоқ, бардым. Сөйтсем сізді гинекологқа көріну керек. Мен гинекологқа көрінгенде мен уже көрім шаршағанмын, оның ешқандай не жоқ. Мен просто температурам шығып жатыр, қатты ауырып жатырмын деп терапевтім маған больничный ашып берсін, мен больничныйға шығамын деп тыңдамаймын. Жоқ, сіз УЗИ келсеңіз керек, что-то сіздің жағдайыңыз басқа бір түрлі не болып тұр деп. Сол несімен бардым, УЗИге барсам, сіз 9 апта аяғыңыз ауыр, легко барсыз деді. Енді мен оған сенбедім, шыны керек. Өте қуанышымда шек болған жоқ, бірақ осыған тек себепкер осы бальзам, 2 бальзам деп ойлаймын. Өйткені басқа леченияның бәрін 1 жылдан бері вообще тоқтатып тастаған. Енді 2-ға қосыңшы, дайын емеспін деп, ол үшін адам сәл күштірек дайындалу керек деп, мен оған дайын емеспін деп яған жоқпын. Міне енді ұлыма ұл серік болып, Құда қаласа 2 айдан 2 ай күтіп отырып, босанам деп. Осы Алтынай ханымға көп рахмет.